Адамдардың көпшілігі ояна сала дені сау, жетістікке жеткен, бақытты, махаббатқа лайықты, қаржылай еркіндікте өмір сүргісі келеді. Бұл жер бетіндегі адамзат атаулының арманы. Бірақ шын мәнінде көбіміз мұндай өмірге жақындай қоймаймыз. Себебі біздің қоғамда 95% адам өздері қалағанынан азға қанағат етіп өмір сүреді. Арманының орындалуы мүмкін екендігін, қалағанына қол жеткізуге болатынын білмей-ақ өмірден өтеді. ақш-тың бір топ зерттеушілері мансап жолын бастаған 100 адамды іріктеп алып, олардың зейнетке шыққанға дейінгі өмірін бақылауға алады. Алайда 40 жыл бойы жүргізілген зерттеу нәтижесі көңіл қуантарлықтай емес. Статистика бойынша 100 адамның тек біреуі қаржылай еркіндікке қол жеткізіп байиды. 4-еуі қаржылай қамтамасыз етіледі. 5-еуі өзі қалағанынан емес, ақша жетіспеушілігінен жұмыс істей береді. 54-ті дағдарысқа ұшырап, туыстарына, мемлекетке тәуелді болып өмір сүреді. 36-сы зейнет жасына жетпей көз жұмады. Егер басқаша айтатын болсақ, адамдардың 95%-ы өмір бойы қаржылай қиындыққа ұшырайды, ал тек 5% адамдар жетістікке жетіп, қаржылай еркіндікте өмір сүреді. Осы орайда мынандай сұрақ туындайды: қалай күйбең тірліктен құтылып, 5% бақытты адамдардың қатарына қосылуға болады? Егер сіз өміріңіздің келесі кезеңіне өткіңіз келіп, азға қанағат етуден шаршасаңыз, сізге өте маңызды 3 кезеңді көрсетеміз. Бірінші кезең – мойындау. Біздің қоғамымыздағы адамдардың 95%-ы өздері қалағандай өмір сүрмейтінін мойындауымыз керек. Егер дәл қазір өзгеше ойлап, басқаша әрекет етпесек, жер бетіндегі басқа адамдар сияқты күйбең тірлікке, сәтсіздік пен өкінішке көндігіп өмір сүре береміз. Екінші кезең – күйбең тірліктің себебін анықтау. Адамдардың көпшілігі өмірінің барлық салаларында дағдарысқа ұшырайды. Егер біз мұндай өмірге мойынсұнғымыз келмесе, оның себебін анықтауымыз керек. Басқа адамдардың өздері армандаған өмірге қол жеткізу жолында нені дұрыс жасағанын, нені дұрыс жасамағанын анықтауымыз өте маңызды. Ал енді күйбең тірліктің бірнеше себептеріне тоқталсақ. Бірінші себеп – үнемі өткенге өкіну. Біздің санамыз о бастан үнемі алаңдап, өткен шақты көз алдымызға келтіре беруге дағдыланған. Сол уақытта қандай болсақ, әлі де сондаймыз деп ойлаймыз. Адам санасына күн сайын 50 мыңнан 60 мыңға жуық ойлар келеді екен. Сол ойлардың 95%-ы кешегі алдыңғы күнге ұқсас. Сондықтан адамдардың бір зарынды өмір сүруі таңғаларлық дүние емес. Көпшілігіміз өзіміздің қорқыныштарымыз бен үрейлерімізді үнемі ойлап, өткен өмірімізге өкінумен өмір сүреміз. Егер бұл өкініштен арылғыңыз келсе, өмірде мүмкін емес ештеңе жоқ. Менің өткен шағым, болашағымда емес деген жаңа ойға көшіңіз. Бастапқыда мұндай ойға сене алмауыңыз мүмкін, бірақ уақыт өте келе, бұл ой сіздің санаңызға сіңіп кетеді. Екінші себеп – нақты мақсаттың жоқтығы. Көп адамдар күн сайын не үшін оянып, не үшін өмір сүріп жүргенін, бұл өмірдегі миссиясының не екенін нақты айтып бере алмайды. Тіпті бұл сұрақты өздеріне де қоймайды. Көпшілігі бүгінгі күнмен өмір сүріп, алдына ешбір мақсат қоймайды. Егер осы күйбең тірліктен құтылғыңыз келсе, сізге тиянақты мақсат керек. Дәл қазір осы сәтте алдыңызға мақсат қойыңыз. Бұл сіздің жақсы өмір сүруге деген алғашқы қадамыңыз деп біліңіз. Үшінші себеп – кейінге қалдыру. Біздің қоғамдағы адамдардың өздері қалағандай өмір сүрмеуінің басты себептерінің бірі – кейінге қалдыру.
өзін жетілдіруге асықпау. Ертең жасаймын деп өмірін жақсартуға тырыспайды. Нәтижесінде өздеріне көңілдері толмай, өкінішпен өмір сүре береді. Сондықтан өз өміріңізге жауапкершілік алып, мақсатты түрде әрекет ете бастаңыз. Үшінші кезең – белді бекем бұғу. Сонымен біз күйбең тірліктің сынағын мойындадық, себептерін анықтадық. Енді сол себептерден арылуға барыңызды салып, өзіңізді қолға алыңыз. Дәл қазір бәрін басқаша жасаймын деп шешім қабылдаңыз. Өзіңізді тұлғалық дамытыңыз. Егер дәл қазір өзімізді жетілдіруді бастамасақ, өміріміз сол баяғы қалпында қала береді. Егер дәл қазір өзгеруді бастамасақ, өзімізді күйбең тірлікке мәжбүрлеп, азға қанағат етіп, өкінішпен өзегіміз өртенеді. Алайда бұл шындықты көбі білсе де, жақсы жаққа өзгеруге аса тырыса қоймайды. Ал сізде таңдау еркіндігі бар. Өзіңізге сеніп, алдыңызға мақсат қойып, қалаған өміріңізді сүруге алғашқы қадамыңызды бастаңыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.